Қаралып отырған негіздемелік келісім Қазақстанның қаржылық ынтымақтастығын және тұрақты экономикалық дамуын ынталандыруға бағытталған. Ол инвестициялық жобалар үшін қордың несиелерін, кепілдіктерін және басқа құралдарын алу бойынша жәрдемдесу үшін тұрақты негіз қалыптастырады. ОПЕК халықаралық даму қоры 1976 жылы ОПЕК-ке мүше мемлекеттермен құрылып, оның штаб-пәтері Вена қаласында орналасқан. Қор қызметінің негізгі басым бағыттары ауыл шаруашылығы, білім беру, энергетика, денсаулық сақтау, қаржы, өнеркәсіп, инфрақұрылым, телекоммуникациялар, көлік, су ресурстары және санитария салалары болып табылады. Қордың көмегін қордың құрылтайшысы болып табылмайтын барлық дамушы елдерін пайдалану алады. Қордың қаржылық қаражаттары ОПЕК-ке мүше мемлекеттердің ерікті жарналары мен қордың несие және инвестициялық операцияларына алынған табыс есебінен қалыптастырылады. Негіздемелік келісімді қабылдау Қазақстан аумағында жеке сектор жобаларын қор арқылы қаржыландыру қажеттілігіне байланысты орынды деп есептеледі. Әріптестерді ұсынылып отырған заң жобасын қолдауға шақырамын. Рахмет. Талқылауға қатысатын басқа депутат жоқ. Талқылау барысында осы заңды қабылдау жөнінде ұсыныс түсті. Қарсылық болмаса, осы ұсынысқа дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Қатысып отырғандар 76 депутат, жақтағандар 73 депутат, қалыс қалған 3 депутат, сонымен шешім қабылданды.